Бірауыз бермек. Шай ішеміз. Жаңа қызметін құтты болсын. Кесе. Сосын айтамыз, отырып ал. Ал қайырлы күн, бүгінгі жиынға қатысушылар, бүгінгі өткізіліп отырған жиналыс Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2023 жылғы 27 қазанындағы нөмірі 294-ші қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Ең алдымен қоғамдық тыңдаудың төрағасы мен хатшысын сайлап алсақ. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде өзімді төраға ретінде ұсынамын. Хатшы ретінде қатысушылар арасынан Спандияр Салтанатты сайласақ деп отырмыз. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Жоқ. Онда бірауыздан сайланды деп қолымызды көтеріп дауыс берейік. Олай болса қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы экологиялық рұқсат алу үшін Қызылорда облысының Жалағаш ауданындағы 37-ші энергетикалық кешен жұмыс жобасында қоршаған ортаны қорғау бөлімі және нормативтік құжаттама дейді. Тапсырыс беруші Кристалл менеджмент акционерлік қоғамы. Ендігі кезекте қоғамдық тыңдаудың регламентін тоқтала кетсек, баяндама жасауға 10-15 минут, қосымша сөйлемін деушілерге 3-5 минуттан беріледі. Баяндама аяқталғаннан кейін жоба бойынша ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Осы регламентпен келісесіздер ме? Келіссеңіздер қолды көтеріп тұрсаң тағы да дауыс беріп жіберейік. Қоғамдық тыңдаудың күн тәртібі және регламентін бірауыздан бекітілді. Ендігі кезекті жоба бойынша баяндамашыға сөз кезегін береміз. Саламатсыздар ма, қоғамдық тыңдаудың қатысушылар? Бүгінгі таңда Қызылорда облысының Жалағаш ауданындағы саламатсыз ба? Сайланды. Сайланды. Қызылорда облысының Жалағаш ауданы. Қызылорда облысы Жалағаш ауданында орналасқан 37 мегаватт энергетикалық кешен жұмыс жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі және нормативтік құжаттама, яғни жұмыстарына байланысты жасалып отыр. Оператор туралы жалпы қысқаша айтып кететін болсақ, оператор Кристалл менеджмент акционерлік қоғамы болып табылады. Кристалл менеджмент акционерлік қоғамы туралы жалпы ақпарат айтып кетсек, Кристалл менеджмент акционерлік қоғамы энергетика саласында 2008 жылдан бастап қызмет етіп көрсетіп келе жатыр. Бұған қоса 2014 жылдан бастап компания кен байыту саласында да қызмет атқаруда. Осыған байланысты қазіргі таңда жобада қарастырылып отырған жұмыс бұл энергетика қызметіне байланыстылып тұр. Жобаның оператор нысаны Қазақстан Республика Қызылорда облысы Жалағаш ауданында орналасқан болып табылады. Қызылорда қаласынан 300 км жерде және Петроқазақстан Құмкөл ресурс компаниясының Майбұлақ кен орнынан 15 км қашықтықта орналасқан. Жалпы мәліметтерге келіп тоқтайтын болсақ, әкімшілік тұрғыдан алған кезде жоспарланып отырған қызмет Қазақстан Республикасының Қызылорда облысы Жалағаш ауданына қарасты болып табылады. Аумақта өте сирек қоныстанған ең жақын елді мекені осы Жосалы кенті болып табылады, Жалағаш ауданы болып табылады. Жақын жерде 15 км жерде ескерткіштер, памятниктер және басқа тарихи маңызды кешендер орналаспаған, орман алқаптары, пастбищелерде орналаспаған болып табылады. Ең жақын кен орындары Құмкөл, Ақшабұлақ және Майбұлақ кен орындары болып табылады. Жұмыс жобасының технологиялық шешімдеріне байланысты жұмыс көзі екі этапқа бөлінген болып табылады. Яғни
әр кешен осы кешенді салуға бір этапының өзіне бір айда салынады, яғни ал екінші этаптың құрылыс кезеңі ұзақтығы 3 айды құрайтын болып табылады. Құрылыс бас жоспарына байланысты осы құрылыс монтаж жұмыстары кезінде қызмет ететін жұмысшылардың көзі 27 адам болып табылады әр кезеңде. Жалпы технологиялық шешімдерге қысқаша тоқталып кететін болсақ, бұл Құмкөл мұнай газ кен орнын өнеркәсіптік пайдалануға мақсатында осы мұнай газды өндірілгеннен кейін газ өнімін жаңағы қосымша энергетикалық кешенді, яғни электр энергиясын өндіруге пайдаланып жіберуді көзделіп отыр. Осы өндірілген электр энергиясы өздерінің собственный нуждаларына жұмсалатын болады. Яғни қазіргі кезде көзделіп отырған газ қосынды қондырғылардың жиынтық номиналы ол 1000 киловаттықтан 29 дана, 750 киловаттықтан 7 дана, 500 киловаттықтан 7 дана болып табылады. Жалпы алғанда 37,5 мегаватт электр көзі өндірілетін болады. Оның барлығы өзінің собственный нуждаларына жұмсалатын болады. Жабдыққа осы газ қосынды қондырғыға жалпы қысқаша келіп тоқтайтын болсақ, газ қосынды қондырғы бұл контейнер типте болып келеді, өзінің салқындатқыш қондырғысымен бірге және де өзінің газы фильтрлау сепараторда өткізеді. Содан кейін газы фильтрлау қондырғыларымен жіберілетін болады. Яғни бұл қондырғы контейнерлі типте орналасқандықтан кейін ешқандай өрт және взрывоопасный деген қауіптіліктерді қоршаған ортаға өзге де қауіптіліктерді мөлшерін азайтатын болады. Барлық өзінде қарастырылған вентиляция, противопожарная безопасность, жаңағыдай взрывоопасный безопасность системаларының барлығы өзінде іште қалыптасқан болады. Осы қондырғылардың жалпы ауа райы қоршаған орта кезінде минус температура плюс температура және де қоршаған ортаға жылулық әсері өте минималды болып табылады, яғни өзінің төбесінің дірілдеулеріне салқындатқыштар орнатылғандықтан. Жалпы газдың есептік қысымы 0,5 мегапаскаль болып табылады. Жұмыстық қысымы 0,3 мегапаскаль болып табылады. Осы көзделіп отырған жұмыстың қоршаған ортаға әсеріне келіп тоқтайтын болсақ, яғни Қазақстан Республикасының нөмір 406 ЗРК экологиялық кодексінің қосымшасының 2 бөлімінің 2 тармағына сәйкес осы көзделіп отырған жұмыс 2 санаттық қауіптілікке жататын болады. 2 категорияға. Ал Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығына сәйкес осы көзделіп отырған жұмыс 2 класс опасностьке жататын болады. Яғни бұл көзделіп отырған жұмыстың санитарлық-защиталық зонасы 500 метрді құрайды. Атмосфералық ауаға қазіргі кездегі әсеріне келіп тоқтайтын болсақ, яғни бұл көзделіп отырған жұмыс көзі осы таңда существующий және жұмыс істеп тұрған кен орнының контракт территориясында орналасқандықтан қоршаған ортаға әсері және де өте минималды болып табылады. Яғни құрылыс монтаж жұмыстары кезінде тек қана уақытша ғана әсер етеді, яғни 7,2 тонна ғана шығын шығатын болса атмосфералық ауаға, ал оның барлығы ол уақытша болып табылады. Ал эксплуатация барысында осы қондырылып жатқан газ қосынды қондырғылардан газ түтіктерінен жаңағыдай не шығатын болса, оның жылдық мөлшері шекті мөлшерден аспайды. Эксплуатация барысында 54 ластаушы көзі анықталып отыр, оның ішінде 49 ұйымдастырылған болып табылады. Яғни газ қосынды қондырғылар дренажды емкістер және де концерт сборниктер болып табылады. Ал ұйымдастырылмаған ретінде ол сепараторлардың зират-алайнстан шығатын ластаушы көздері болып табылады. Аталып отырған жұмыстың
жаңағы су жер асты жер беті суларына әсерін көрсететін болсақ, бұл жерде жаңа айтып өткендей уже существующие действительно контракт территорияда орналасқандықтан жер асты жер беті суларына ешқандай әсер етпейді. Яғни тереңдікте 10 метр тереңдікте ешқандай жер асты сулары көзделмеген, және де жер айналасында 500 метр жерде, 1000 километрлік жерде, даже 1000 метрлік жерде ешқандай су көздері байқалмайды, яғни оған әсер етпейді. Осы жұмыс барысында жер асты суларынан ешқандай су алмайды, спецводоснабжение болмайды. Қондырғыға жұмыс істеу үшін әкелінетін судың барлығы ол привозной вода болып табылады, емкістке жиналып, яғни ол испарение ұшып жүреді, яғни оборотлы түрде ішіне айналып жүретін болады. Осы көзделіп отырған жұмыстың қалдықтарына келіп тоқтайтын болсақ, яғни құрылыс барысының монтаждау барысында түсетін қалдықтардың барлығы уақытша болып табылады. Ол қалдықтардың барлығы құрылыс монтаждау жұмыстары біткеннен кейін сол организациямен өзге организацияға шетке басқа полигондарға берілетін болады, ары қарата өңделуге. Ал осы эксплуатация барысында түсетін қалдықтар, яғни май шүберектері, жаңағы промышленный ветошь, солар түзелетін болады. Олардың барлығы осы мекемемен договорларға, қосымша договорлар жасап, өзге де организацияға ары қарата өңдеуге жіберілетін болады. Жер қойнауына әсеріне келіп тоқтайтын болса, осы көзделіп отырған жұмыстың топырақ жеріне және де ландшафтысына әсері өте минималды болып табылады. Себебі айтап өткендей, бұл уже существующий контракт территорияда орналасқандықтан. Өндірістің физикалық әсеріне келіп тоқтайтын болсақ, бұл өндіріс жалпы физикалық әсері бұл шум, вибрация болып табылады. Қазіргі жұмыстың жасалып қондырғының жұмысы барысында противовибрационный өздерінің қондырғылары бар специально, и противошумный жаңағыдай контейнерлер противошумный жабдықталған болады. Яғни физикалық әсері өте минималды болып табылады. Құрылыс жұмысы барысында болатын шу жұмыстары, яғни ол машиналардың жұмыс істеу, автотранспорттың жұмысы барысында ғана болады, ол уақытша ғана көзделіп отыр. Жалпы осы көзделіп отырған жұмыстың жануарлар және өсімдіктер әлеміне келіп тоқтайтын болсақ, әсеріне осы төңіректе қызыл кітапқа енген жануарлар және өсімдіктер, құстар кездеспейді және тіркелмеген. Осы жұмыс барысында жануарлар әлеміне минималды түрде әсер етеді, ал өсімдік әлеміне ешқандай әсер етпейді. Керісінше осы жұмыс жасалғаннан кейін ай төңірегіне көгалдандыру жұмыстары жасалатын болады. Осымен баяндама аяқталды. Басқа сұрақтарыңыз болса? Баяндамашыға ұсыныстарыңыз, пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, жібермейді ағай. Жабық болса, жоқ болса. Управлениеде сұрақ бар екен. Сұрақтарыңыз жоқ болса, бүгінгі тыңдалымды өтті деп есептейміз. Қоғамдық тыңдауда ондайды жабық деп жариялаймын. Уақытты өтіріңізге рахмет. Рахмет, сау болыңыздар.